Саламатсыздарма, менің Флонер каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай көз тимес моншағын көрсеткім келіп тұр. Көз тимес моншағы енді бұл түйрегіш қой. Түйрегішке әдемілеп баланың атын жазып, көз тимесін деп ырымдап іліп қоятын түйрегіш. Бізге керегі вот осындай. Менде ювелирный шнур. Бұл енді мықты үзілмейді. Сіздерде ювелирный шнур болмаса, жай ғана жіптен жасасаңыздар болады. Осындай ювелирный шнур керек болады, инструмент керек болады. Потом осындай арнайы түйегіш керек болады, подвескалар керек болады, обниматель, кольца, кристаллики, моншақ және мындай разделительдер. Енді мен мынаны екі қабаттап кесіп алдым. Енді бұны біз түйрегішіміздің темір тұрған жағына байлаймыз. Екі шеті тұр ғой, екі шеті, бірақ біз мына жерге біз тағы да моншақтар тізіп жинайтын боламыз. Мына кольцаның ішіне екі жібімді өткіземді, мақтап тарпып. Осылай байладым мені. Бір шетіне ғана. Енді обнимательімізден кигіземіз. Тесінен өткіземін. Ювелирный шнур және кошачий глаз моншағымызды өткіземін. Осылай. Одан кейін мен разделитель өткіземін. Енді тағы да бір кошачий глазымды өткіземін, сосын обниматель қайтадан өткіземін. Мені осылай өткізіп алдым. Енді ары қарай мындай көгілдір кристаллик өткізем. Одан кейін мындай бесцветный кристаллик, ақ кристаллик. Енді бұл кристаллик мен тізіп теріп жатқаным, өйткені менде жаңағы әріптер жоқта. Әріптер болса, бұл жерге әріптерді тіземіз. Мысалы, баланың атын Аян, Аят деген сияқты. Тағандай аттарды, Каусар деп қыздардың аттарын тіземіз әріппен. Менде ондай әріптер болмайды тұр қазір. Енді ағын терейін, ақ кристалликті. Екі ювелирный шнурға тізіп алып жатырмын. Осылай. Енді біз мынадай көз моншаға теріп алсам болады. Енді менде кішкентай детский моншақ көп емес болып тұр, сол себепті мен осылай теріп жатырмын. Ақ моншақ, кері қайтадан мынандай ақ түсі бесцветный теремін, бесцветный, прозрачный. Одан кейін қайтадан ақ түс. Сосын мындай көгілдір түс. Көгілдір түс. Енді міне болып қалдық.
енді қайтадан моншағымызды тереміз. Бір обниматель аламыз. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай моншақ теріп шығасыздар ғой енді. Менде бұндай детский прям моншақтар жоқ екен. Сол себепті бар моншағыммен қосып жатырмын. Міне енді сүйрегішіміздің мына тесігінен өткіздім. Көрініп тұр, және де мынаны казаламда, мына жіп, енді мына жері әдемі емес болып тұр ғой, олар кесіп тастасақ әдемі емес болып тұр. Сол себепті мен мына моншақтың ішіне кіргіземін. Енді екінші енді мына түбінен кесіп тастаймыз. Міне осындай болды. Енді мына кольцамызды ашамыз да. Мына кольцамызды жабық тұр. Соны ашу керек біз екі ортасын. Екі жаққа қарай. Міне, ой. Міне енді мына подвесканы ілгіп тұрмын. Өздеріңіз қарайсыздар, неше түрлі детский подвескалардың соны білсеңіздер болады. Мына подвескаларды іле салайын, өйткені менде әдемі бір подвеска болмай тұр. Болмаса мыналарды ілсек болады екен. Бірақ Опа. Қандай әдемі. Енді сіздерге сәттілік. Күндеріңіз жақсы өтсін.